Сұлтан кебабымыздың дәмін көрейік. Өте дәмді. Жасап көруге кеңес беремін. Бізге керекті ингредиенттер: тауықтың төс еті, тәтті бұрыш, капуста және де пияз қажет болады. Ең алдымен пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Одан кейін тәтті бұрышымызды, яғни сладкий перецті ұсақтап тураймыз. Дәл солай капустаны да ұсақтап турап аламыз. Тауықтың төс етін де ұсақтап турап шығамыз. Осы дайын болған салмамызды ең бірінші қызып тұрған табада ең алдымен көкөністерді қуырып аламыз. 5 минуттай қуырып аламыз. Одан кейін тауықтың төс етін салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Шамамен 5-10 минуттай қуырамыз. Осы кезде салмамызға 1 қасық тұз, жарты қасық бұрыш, жарты қасық паприка салып, жақсылап араластырамыз. Және де осы салмамызды 5 минуттай бетін жауып қойып қоямыз. Бізге керекті лавашты теңдей 8 бөлікке бөліп кесіп аламыз. Осы кесілген лавашымызға салмамызды салып, видеода көрсетілгендей орап шығамыз. Видеода көрсетілгендей жаңағы лавашымыз жабыспайды, сондықтан оны жабыстыру үшін су қолданамыз. Ал осы дайын болған лавашымызды 200 градус пеште 5 минут пісіріп аламыз. Ал енді соусымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге 20% қаймақ қажет және де ұсақтап туралған сарымсақ қажет. Екеуін жақсылап араластырып, соусымызды дайындаймыз. Дайын болған сұлтан кебабымызды одан әрі әсемдеу үшін екіге бөліп, тәрелкеге қойып, дастарханымызға ұсынуға болады. Астарыңыз дәмді болсын.